көріңіздер және де хабардар болыңыздар. Жылдам ақпараттарда. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматыда жылу беру маусымы 10 сәуірден бастап толықтайды. Алматыда 2024-25 жылғы жылыту маусымы қашан аяқталатыны белгілі болды. Қала әкімі Ерболат Досаев жылыту маусымының нәтижесімен келесі маусымға дайындықты талқылау үшін кеңес өткізді. Әкімдік мәліметінше 10 сәуірден бастап жылу кез-кезегімен өшіріле бастайды. Алдымен әкімшілік ғимараттар, оқу орындары мен мәдени нысандар, кейінірек тұрғын үйлер мен әлеуметтік мекемелерде жылыту өшіріледі. Жылыту маусымы ақаусыз өтті. 404 білім беру мекемесі мен 128 медициналық мекеме қамтылды. Биыл 39 километр жылу желілерін қайта жаңарту жоспарланған. Болулардың тозуын 56,1% 54,9%-ға дейін төмендетуге көмектеседі. Айта кетейік, былтыр қалада 20 километр жылу желісі жаңартылып, 85 қазандық жөнделді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.